Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп qfutbol.kz-ге қосылып, футзалды тамашала. Ассалаумағалейкум қадірменді көрермен, арнамыздың тікелей эфирінде футзал Қазақстан чемпионаты және бүгін Батыс Қазақстан облысының орталығы Орал қаласындағы Орал спорт кешенінде Оралдың бәйтерегі Аят командасын қабылдайды. Рудный қаласынан келген көріп отырсыздар. Екі командалардың құрамы Алексей Попов пен Василий Смолин мырзалардың жалпы жігіттер бүгін өзара мықтыны анықтайды. Антон Колесов, Антон Колесов қақпаға тағы бір соққы және гол. Лазар Маринкович қазір әуеден қалғып ұшқан допқа бірінші жетті және есеп ашты. Шабуылды тамашаладық қазір ғана. Ал қазір ай-ай-ай, прессинг және прессинг. Соның арқасында алаңгер есепті теңестірді Рикардо. Қазір күш салды, есепті теңестірді. Кім дегенде? Леандерсон ғой, қателік жіберіп қойған. Джефферсон соқты және бағанаға тиіп кері қайтты. Футзалда енді тараптан ұйымдастырған шабуылдарға төтеп беріп жатыр. Жаман емес. Және соққы Ахмет Борханов! Не деген гол! Дальтон бұл допты ұстай алмады. Ой-ой-ой. Міне сізге. Тәртіп бұзылған жоқ. Колесов алып қойды және қазір есепті сөйлеуге болады. Тамаша мүмкіндік. Дәл солай. Филиппиньо есепті теңестірді. Жақсы. Есеп 2-2 ардақты ағайын. Есеп 2-2. Филиппе Морена Мегуэба. Доптан бірден айырып қалды. Борханов. Және гол! Ағеділ Мадяров міне командасының үшінші голын және өзінің бірінші голын салды. Есеп 3-2. Бүгін бәйтерек командасы бірінші гол. Астана командасының футзалшысы. Тамаша қазір гол болады. Дәл солай. Игорь Мартинс, Кавальканте. Үзіліске 1 минут 42 секунд уақыт қалған кезде есепті теңестірді. Мартинс тамаша ойнады. Сөйтіп есеп қазір 3-3 болды. Қадірменді көрермен. Есеп 3-3. Және қазір камбэк бола ма екен? Жоқ. Дальтон. Тамаша ойнады. Жақсы, өте жақсы. 1 минут. Сонымен, ой-ой-ой, жақсы соққы. Өте жақсы. Астана Қайрат арасында ойды есеп теңесті. 1-1 болды. Сонымен қатар Жетісу Атырау арасында ойда да ойындар өтіп жатыр. Есеп 5-1 соққы болды. Атырау 5-1 есебімен жеңуде. Бізде есеп 3-3 және 6 голдың барлығы бірінші таймда салынған еді. Фол бар ма? Жоқ, фол! Және гол! Қазір бәйтерек командасы алға шықты. Филиппе Морена Мегуэба. Ой-ой-ой-ой-ой, бұл гол енді, бұл тамаша гол. Рикардиньоның голы. Рикардиньо командасының 5-ші голын салды. Есеп 5-4. 9 голдың куәсі болып отырмыз. Әлі қызықтың барлығы алда. Абай болғырық Филиппеге. Тәртіп бұзған жоқ. Фолдар 4-2. Данктың тағы да ұстады. Ұстағанда қалайын. Тағы да қаптыл арқылы және Сағындықов және гол. Мінекей
бесінші ойыншының рөлін атқарған футболшыны көріп отырмыз. Бұл Антон Рейндин. Рейндин осы есепті теңестіру үшін алаңға шықты ғой. Антон Рейндин. Матч аяқталды. Бүгінгі ойында жеңімпаз анықталмады. Иә, Бәйтерек пен Аят арасындағы ойында есеп 5-5. Енді қызықтың барлығы ертең болады деп отырмыз. Ендеше қадірменді көрермен, ертеңгі матчта көріскенше аман сау болыңыздар. Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп qfutbol.kz-ге қосылып, футзалды тамашала.